Перизат Мырзахмет. Өмірдің аты М. Жалғасы. Сен керемет адамсың. Сол түні Перизатты өзіне қол жұмсаудан бір ғана адам ұстап қалды. Әдибегім. Төсекте екі бүктеліп еңіреп жатып, үйдегі бар дәрі-дәрмекті есіне түсіріп, әлгілердің бірнешеуін уыстап іше салса, еш қиналмай кетіп қалуға болатынын жоспарлады. Сосын сіңлісіне хат жазып, баланы аманаттады. Бір кезде жанында алаңсыз ұйықтап жатқан Әдибегімге көзі түсіп кетті. Екі адам еркін сыйысатын үлкен тақта төсекте көлденең жатқан қызына қарағанда, мен тағы бүрісіп қалдым. Әдибегім пыс-пыс, осы ұйықтаған қалпы таңертең бірақ оянады. Ояна сала шешесін құшақтайды. Дәрі ішіп қатып қалған шешесінің денесі мұздай. 5 жасар бала не түсінсін. Шешем әдеттегідей түнімен жазған шығар, ұйықтай тұрсын деп дәріханаға барып келер. Мұздатқыштан сүтін алып, жылтып шер, тағы айналып келіп оятар. Бірақ шеше қатып жатыр. Ешкімге хабарлай алмай, үйден шыға алмай, өлген анасының тас денесін оята алмай шошитыны анық. Жақындар іздеп келем дегенше, баланы алып шығам дегенше қай заман. Осы суреттің бәрі көз алдына тұра қалды. Перизаттың селк етті. Үстіне бір шелек мұздай су құйғандай қалтырады. Қолындағы хатты төртке бөліп жыртты да, беті қолын жуып, баланың қасына жатты. Кешір құлыным, ақмақ шешеңді, ессіз шешеңді, эгоист шешеңді кешір. Жаралы адамдардың шеңбері бұзылу керек деп сыбырлап жатып шашынан ұзақ сипады. Сөйтіп көзі ілініп кетті. Бірақ ширек сағатта қайтадан оянып алды. Ұйқыға кеткенде менің ауырғанымды сезіп жатты. Әдеттегі орным қуысым тарылып кеткендей, әрең соғамын. Миға оттегі әрең жетіп жатыр. Жайдағы жұмысынан жаңылып қалғанмын. Сол жақ кеудеге біреу тебен ине тығып жатқандай, сезім тоқтар емес. Түйіп, шаншып, жаншып, солқылдап, ашып, тартылып, сыздап, аурудың түр-түрін сездім. Менің ауырсынғанымды басам деп Перизат дәрі ішті. Ол құрғыр сол сәл болса да жеңілдете алмады. Перизат сол таңды ұйқысыз атырып жұмысқа кетті. Перизат 36 жыл тістеніп өмір сүрді. Тістеніп жүргенде жолығып, мейірім махаббатымен тікенектерін гүлге, мұңын шаттыққа айналдырған Мәди. Енді Мәди жоқ. Қайтадан тістеніп өмір сүру керек. Қайтадан ақылды, мықты, сабырлы адамның маскасын киіп, арығын білдірмейтін бөрік құсап жеке жорту керек. Шынында бөрік кейпіне қайта түсті. Перизат ішінде мен ұлып жатырмын. Ол сыртқы жүнін қампайтып жұмыста отырды. Көзіндегі жасты жұрт көзіне ала бере сығып тастап, түк болмағандай жымиды. Құр сүлдерін сүйретіп үйге әрең жетті. Еш қамсыз ойнаған бала шешесіне не болғанын түсіне алмай әуре. Мәдисіз екінші түн. Тағы да көз ілінбей, жанары қанша ашып жатса да, кірпіктер қосылмады. Мәди екеуінің чатын ашып, печатает деген жазуды үмітпен күтіп жатыр. Сыбыс жоқ, тек сториске бәрі ұмытылады деген мағынада бірдеңе жазды да, Мәди үнсіз қалды. Перизат чаттан көзін алар емес. Сөйтіп тағы бір таң атты. Ұйқы ақыры жеңе алмады. Таңертең жұмысқа кетіп бара жатып, Перизат ұшаққа билет сатып алды. Соңына дейін күресуім керек. Басыма қонған бақты тепкеннен не үшін жер тізерлеп кешірім сұрауым керек. Пенделік махаббатты жеңбеу керек. Мен өмір бойы іздеген, мен өмір бойы жақтасы болған махаббат жеңімпаз атану керек деп жұмысты әріптестерге, баланы сіңлісіне тапсырды да ұшаққа мінді. Қырсық шалғандай ұшақ уақытынан кеш ұшып Астанаға қас қарая әрең жетті.
Тура кептелістің уақыты. Ығы-жығы көліктердің арасынан зорға жылжып келе жатқан таксиге бар қарғысын жаудырып, көктем мейрамханасына жетті. Астана бұрынғыдай бетер суып кеткен сияқты. Мейрамханаға Мәди кірді. Сұп-сұр, бар ерік жігерін жинап, беріспеуге бекініп келгені көрініп тұр. Бірақ Перизат алған бетінен қайтпады. Кешір, бәрін түсіндім, мойындаймын. Бір мүмкіндік. Мәди жібімеді. Тура Алматыдағы Перизаттың кейпіне еніп алған. Жоқ, біздің махаббат күресуге лайық емес. Жалғыз махаббат аз екен. Мен мамама өтірік айтудан шаршадым. Сен бір ашуланғанда мені үйден қуып жібердің. Мен жалғыз қалдым. Сол кезде мені мамамнан артық ешкім жақсы көрмейтінін ұқтым. Оның үстіне сенің балаңды да қабылдай алмайтын сияқтымын. Сондықтан тоқтатайық. Осы сөзден соң ғана Перизаттың екпіні басылды. Жақсы, тыңдағаның үшін рахмет. Осымен доғарайық. Екеуміз екі жақта басқа адамдардың жанында өтірік бақытты болып жүрейік. Біздің тағдырымыз ерекше болуы емес шығар. Махаббатты жығып берген миллиардтардың қатарына қосылайық. Қонақ үйге Перизаттың елесі кірді. Көзінен жас бода-бода ағып жатыр. Астанадағы жалғыз тірегі Динара келді. Мен жеңілдім, махаббат жеңілді. Деп боздаған Перизатты құшақтап ұзақ тұрды. Жалған жұбатулармен жанын жаралағысы келмегендей үнсіз, бар қиналысын алақанымен сылып тастағысы келгенде арқасын сипай берді. Әлсіреген Перизат төсекке құлады. Тығыны атылған бөшкеден аққандай көз жасы тоқтар емес. Жеңілдім. Тұрмыстан тағы бір махаббат төтеп бере алмадым. Тағы бір махаббат мерт болды. Не керек мына өмір? Не үшін қу жанымызды сүйретіп тіршілік кешіп жүрміз? Деп тұншыға айқайлаған Перизаттың даусы, менің даусым қонақ үйдің тар бөлмесін тітіретіп жіберді. Адам көтере алмайтын ауыр қайғы бетон қабырғалардың өзін қысып жібергендей болды. Сап-салқын меңіреу Астананың желіде сап тыйылғандай. Пико, мен көрген махаббат өлген жоқ, жеңілген жоқ. Ол қайтып келеді. Сендердің байланыстарыңды көрдім ғой. Оңайлықпен үзілмейді. Сабырға кел. Сабаңа түс, берік бол. Шаршадым берік болудан. Оған да оңай емес. 20-да мұндай сезімді бастан кешіру қиын. Жас жүрек үшін ауыр салмақ. Одан да оны түсін, сабыр ет. Ол сені сүйеді. Міне өзі жазып жатыр. Мәди Динараға Пико Астанада деп жазды. Динара жанындамын деп жауап қатты. Жаным-ау, қайғыда жалғыз қалмасын деп алаңдап отыр. Мен езіле егілдім. Перизат жан досының қасында қайғысын бөлісіп отырғанда, ол ана жақта ешкімге айта алмай, ешкімге бөлісе алмай, мамасының жүзіне жымия қарап, іші бордай үгітіліп отырау деп уайымдады. 2 сағаттан соң Динара үйіне оралды. Перизат қонақ үйдің жастығын құшақтап ары қарай еңіреді. Тағы да чатқа қарап телміріп отырған Мәдиден СМС келді. Жұбату, бәрі жақсы болады деп сендіру. Сен мықтысың деп қайрау. Балаңды ойла деу. Біздің шахмат партиясы осымен аяқталды. Өмір бойына мат алдым. Тым ащы, бізге қалғаны сол. Еске алу, күрсіну, өкіну өмір бойы. Саған жазып тұрсам бола ма? Әлде қиын ба? Енді маған бәрі қиын. Ауа жұту да, жарықтан да, адамдардың да қиналам бәрінен. Ертең келейінші, шаққа дейін әңгімелесіп тұрайық. Жақсы. Келесі күні кешке дейін тағы әңгіме. Мәди Перизатқа қинап тамақ бермек болды. Ештеңе өтпеді. Ағзаның барлық мүшелері менің жақтасыма айналып кеткен. Ми әлсіреп қалған. Үнсіз менімен тайталасар
қауқары жоқ. Мен сыздап, сырқырап, безгек тиген науқастай қалтырап жатырмын. Перизат Мәдидің иығына басын қойып ұйықтап кетті. Неше күн бойы ұйқы көрмеген, тыным көрмеген тән Мәдидің иығында ғана тынышталды. Тұтас әлем жанталасып іздеген жайлы жер, ыстық ұя, қауіпсіз орын сүйген адамның құшағы екен ғой. Ал Мәди Перизатты үнсіз ғана құшақтай берді. Алда құшақтай алмайтын күндердің есесін алғысы келгенде құшақтай берді. Шашынан, арқасынан, қолынан сипай берді. Ұшаққа 1 сағат қалғанда бір-біріне бақыт тіледі. Соңғы рет құшақтады. Сол сәтте Мәди бірінші рет еңіреп жылап жіберді. Даусын шығарып тұрып, өксіп жылады. Мен анық естідім. Оның жүрегі еді ғой жылап жатқан. Қимастық, өкініштің, шарасыздықтың зары, махаббатты жығып берген әлсіздікке айтылған қарғыс. Таңдауға лайық болмай тұралап қалған махаббатты жоқтау. Перизат оның көз жасын алақанымен қайта-қайта сүртіп, қайта-қайта қимай құшақтап, қонақ үйдің екеуінің де құр сүлделері шықты. 2 таксиге мінді де жол 2-ге айырылды. Тартылып тұрып жете алмай кету. Ұлы өмірдің ұлы өкініші. Жауыр болған шын ғашықтар қосылмайды деген осы шығар. Перизат ес білгелі осы сөзді естігелі бар болмысымен қарсы еді. Қай нан жауғыр шығарды екен. Жақсы сөз айтуға болмай ма екен? Шын сүйгендер қосылмаса, бақытсыз тірлік кешсе, бұл өмірдің мәні неде? Неменеге туамыз, неменеге өлеміз? Асхана мен дәретхананың ортасында құбыр болып өту үшін бе? Итпен құспен неміз артықпыз деп неге ойлаймыз жалпы? Перизат Алматыға қалай жетіп, үйіне қалай кіріп, төсегіне қалай құлаған есінде жоқ. Таңертең мең-зең болып көзін ашты. Ұйықтады ма, ұйықтамады ма түсініксіз. Құрбылармен кездесу керек. Мереке тәуелсіздік күні. Перизаттың ең сүйікті мерекесі. Әдетте бала шағаны тауға шығарып, сыйлық таратып, бір-бірін құттықтап, мәре-сәре болып жататын құрбы қыздары үнсіз. Перизаттың жүрегіне қылбұрау салып жатқан жағдайды түсінді. Ал Перизат тоқтамай боздады. Қыздар жыла, шығар, қалдырма, айт деген сайын еңіреді. Дәмханадан шыққан соң көлікке салып алып тауға шықты. Көз жасы тоқтар емес. Айтқан шын түсініп жатқан 2 көз ғана. Бірнеше күн бойы шаршаған жоқ. Бірнеше түн бойы ащы запыранды шығарудан шаршаған жоқ. 36 жылда Перизаттың осынша боздағанын ешкім еш жерден ешқандай жағдайда көрген емес. Алғашқы іңгәсінен осы уақытқа дейін көзінен шыққан жастың бәрін қосқанда мұнша жас шығарған жоқ. Бұрын Перизат көз жасын көрсетуден қатты ұялатын. Себебі бір Құдайға аян, мүмкін әлсіздіктің белгісі дейтін шығар. Мүмкін көз жасының дым пайдасы жоқ дейтін шығар. Бірақ осы жолы дүкенде кезекте тұрып та жылай салды. Қыздар сөйлесіп отырып та еңірей салды. Көше боздап кетіп бара жатты. Айнаға қарап тұрып аңырайды. Төсекте қос бүктеліп жатып төккен жасы қаншама. Иә, бұл жолы бәрі басқаша еді. Перизаттың миы 2-ге жарылды. Күні-түні тартыс. Бір жағы ызалана тістене, екінші жағы сабырға шақырады. Мәдиді өкіндіру керек. Кімді жоғалтқанын, кімнен бас тартқанын түсінсін. Оның таңдауын құрметте. Осы жарты жыл бақытқа бөленген махаббат үшін рахмет айт. Жарты жыл ойыншық қылды. Сені ғана сүйем, сендікпін деп. Қайда соның бәрі? Сүйді ме? Мен де сездім, сен де сездің. Ол жас тез айығады да кетеді. Ал сен өмір бойы өкінішіңді құшақтап өмір сүресің. Махаббат дегенің не екенін білмей өткен, сезбей өмір сүріп жатқандар қаншама.
Ал сен ең ғажайып 6 айдың дәмін таттың. Одан артық не керек? Мен оның менсіз бақытты болғанын қаламаймын. Оттама, сүйген адамыңа бақыт тілей алмасаң, жақсылығыңа қуана алмасаң, сүйдім дегенің бекер. Сүйдім, сүйем әлі, бірақ мені жылатқаны үшін, мені таңдай алмағаны үшін ешқашан кешірмеймін. Кешіресің. Мамасына хабарласу керек. Неге мен ғана қиналуым керек? Ол да қиналсын. Сабырға кел, мамасының не жазығы бар? Сен жаралы, ол жаралы. Енді үшінші адамды жаралау керек пе саған? Мәди үшін мамасының жан тыныштығы қаншалықты маңызды екенін білесің ғой. Жек көрем, жек көре алмайсың сен оны. Өмір бойы армандаған, күткен, тілеген, махаббатты сездірген адамды ешқашан жек көре алмайсың. Барлық адамзат бір төбеде, Мәди бір төбе. Иә, сендік емес, иә, бірге бола алмайсыңдар. Бірақ ол сенің өміріңнің ажырамас бөлшегі. Сен де оның өмірдегі маңызды адамсың. Ал мен соңғы күшімді сыртқа әрең жұмыс істеп тұрмын. Өйткені Перизаттың дені дұрыс тамақ ішпегеніне аптадан асты. Әдетте арсыз асқазан осы жолы менің жағдайымды түсінгендей қара суды қанағат етті. Сосын ішін улауға тырысты. Сондықтан алкогольдің түр-түрін татып көріп жатыр. Менің даусымды тұншықтырып естімеу үшін алкогольдің сорт-сортын қайта-қайта ішті. Ал мен уақытша ғана масайып тынышталдым да әрі қарай зарладым. Әлгі фильм, сериалдарда ішімдік ішіп уайымын ұмытты деп сендірулері өтірік екен. Қып-қызыл өтірік, сұмырай, ауру мені ет тартқыштан өткізуін бір сәтке де тоқтатқан жоқ. Перизаттың ағзасы мені түсініп тұтасып үлкен бір ауру нүктесіне айналғандай. Кеуде қуысына кислота құйғандай көршілерім күйіп үлбіреп қалды. Барлық адамның басында бір әдемі сценарий бар. Сүйген адамды кездестіріп, ол адам оны бірден сүйіп қалып өмір бойы қол ұстасып, құшақтасып бақытты ғұмыр кешеміз деп ойлайды. Бірақ ешкім пенделік факторды, өмірлік кедергілерді екі адамның бірінде өмір жолы басқаша жоспарлануы мүмкін екенін мүлде ойламайды. Ойламауға барын салады. Өйткені қиял тәттірек, әдемірек, жылырақ, ал қиялдар алыс, шынайы тірлікте махаббаттың жеңіліп қалу қаупі аса жоғары. Бұл қауіптен ештеңе құтқармайды. Байлық, атақ, сұлулық, мансап және тағы басқалар кепіл емес. Менің ем Мәдиімен көңіл қосқан бірінші күннен бастап сол қиялдың жетегінде кетті. Жайда кез келген адамның кез келген әрекетін сараптап, күмәнмен қарап, күдіктеніп жүретін Перизат барлық қауіпсіздік шараларын бірден ұмытты. Бұл алаңсыздықтың басты себебі мен едім. 36 жыл дүрсілдің арасынан мен бірінші рет басқа жүректің үнін тым жақын естідім. Біз бірге соғып тұрдық. Әлгі ызылдауық махаббат әндерінде жиі айтылатын екі жүрек тілдесті дегенді бастап кештім. Маған сол күй қатты ұнап қалды. Бүкіл әлемнің қайғысының маған қатысы жоқтай. Аубаста тек бақытты болу үшін жаралғандай, басқа жүректермен сорлыдай көрінді. Сөйтіп қауіптен хабар берер барлық дабыл сезімдері тумай жатып тұншықтырылды. Сол күнәмді мойындап, өкінішке оранып, өксіктен басқа үн шығара алмадым. Мәдимен бірге жүргенде зырылдатып, уақыт енді тасбақадан бетер баяу жылжып жатты. Түнде әр 20 минут сайын оянады. Мәди жазды ма екен деп екі көзі телефонда. Бедірейген экранға қарап ауыр күрсінеді де қайта жатады. Ал ауру бір сәтке де тынбады. Тынбады. Есірген біреу Перизатты асау аттың құйрығына байлап жолды жолсызбен
сүйретіп бара жатқандай. Жаны әбден қиналған Перизат деп ышқына айғайлап төсектен тұра алмай қалды. Қамсыз өмірі аяқ астынан шешесінің зарына толып кеткен Әдибегім шошып жүр. Мен Әдибегімнің кіп-кішкентай жүрегін түсініп тұрдым. Әдибегім анасының осынша аңырап жылағанын, екі бүктеліп жүре алмай қалғанын бірінші рет көрді ғой. Өмірінде бірінші рет жүрегі қарсы айырылды. 5 жасында жүрегі алғаш рет жараланды. Анасының жан азабын сәлде болса да жеңілдеткісі келген жұп-жұмсақ алақанымен Перизаттың басынан сипай береді. Бір кезде екі көзі бұлаудай шешесіне қарап шыдамай кетті ғой деймін-ау. Мам, өтінем, Мәдиге хабарласшы, ол саған көмектеседі деді. Мен бір сәтке соғысымнан жаңылып қалдым. Иемнің аузынан деп өкініш аралас жалын шыққанын түсіндім. 5 жасар қыз шешесінің жүрегіне жүк салған уайымның көзі кім екенін, не екенін білмесе де, кім жаза алатынын қалай түсініп тұр. Ана мен баланың арасындағы байланыс деген осы ма? Жаны жаралы ана баласын құшақтап тағы еңіреді. Балапаным-ай, кешірші, саған осыны көрсеткенім үшін, сездіргенім үшін кешірші деп өксіп тұрып кешірім сұрады. Әдибегіме жүкті болғанда да жиі сөйлесетін балам, мына тірлік қиын, бірақ саған қиындықты барынша сездірмеуге, бар уайымнан алыс ұстауға ұзағырақ тырысамын. Біз сияқты қиналмай бақытты балалық шақ кешуге барлық жағдайыңды жасаймын деп жиі уәде беретінін есіне түсті. Сол уәдесіне тұра алмағанына өкінді де, жоқ, келмеске кеткен махаббаттың өкініш өрті тағы қарап өтті ме? Әйтеуір мен тағы бір бүрісіп қалдым. Тағы да баланың қамы Перизатқа ес жидырды. Сосын қолына телефонды алды да дос қыздарына хат жазды. Перизат өмірінде бірінші рет біреуден көмек сұрады. Қыздар, бәріңе тағы да рахмет. Екі дүниеде Алла разы болсын. Мен қатты қиналып жатырмын, бірақ мен өмір сүргім келеді. Мен күрескім келеді. Сол себепті маған сендердің көмектерің мен уақыттарың қажет болып тұр. Мен мына кезеңнен қалай да өтуім керек. Мәдиді қайтарғым келеді, бірақ ол мүмкін емес. Маған қазір көмектесіп жалғыз нәрсе уақыт. Тек уақыт мені мына ордан шығара алады. Бірақ өзімнің әлім келмей жатыр. Сондықтан сендерден көмек сұраймын. Әдибегімнің мені мұндай күйде көргенін қаламаймын. Сондықтан Бекзат, уақытша сен алып кете тұршы. Зарина, менің жұмысыма хабарласып, маған сәл уақыт керек екенін айтшы. Мұнда күйде жұмысқа шыға алмаймын, бірақ жұмыстан айырылсам мүлде жайрап қаламын. Сосын 5 күндей жанында болсаңдар өтініш. Жалғыз қалсам ойдан жеңіліп өзіме өзім қол жұмсаймын деп қорқам. Егер осыдан тірі шықсам, өмір бойы қарыздар болып өтемін. Көмектесіңіздерші. Әсем, көмек сұрағаныңа рахмет деп бір ауыз жауап қайырды да бәрін ұйымдастыруға көшті. Олар шынымен кезекке тұрып күнде жанында болды. Бала шағаларын, шаруаларын, жоспарларын ысырып тастап күнде үйге келді. Киноға, караокеге, қонаққа шақырды. Бірақ бұл таныс әдістердің бәрі жан жарасын ұшықтырмаса, бір сәтке де жеңілдете алмады. Кинода жауапсыз махаббат туралы, әнде зарлы қоштасулар туралы. Қыздар сонда да беріспей көңіл аулаудың барлық мүмкін емес жағдайын жасап, зар еңіреген Перизаттың әңгімесін тыңдаумен болды. Өздерінің басына түскен қиындықтардан, күйзелістерден қалай өткендерін айтып, не көмектескенін айтып, барынша алаңдатқысы келді. Ал Перизат қыздардан айттым ғой, осылай болар білгем,
ұмыт оны, ол саған лайық емес, боқмұрын ғой, ол деген сарындағы сөздерді күткен еді. Бірақ бірде-бір Мәдиді жамандамады, бірде-бір Перизатты табаламады. Риясыз достық жүрекпен таңдады, риясыз қолдау көрсетті. Перизаттың қайғысын жеңілдетем деп жанталасқан достарын көріп Перизат жылаған сайын жанары жасқа толып шыға келетін. Бекзатты көріп мен ашулана бастадым. Қаншама адам бар тірлігін ысырып қойып, өздерінің проблемаларын жиып қойып Перизатты құтқарамыз деп жанталасып жатыр. Олардың еңбегі зая кетті ме? Жинал деп бұлқынды. Перизат қиналды. Перизаттың қиналғанына қарап достары қиналды. Олардың қиналғанын көріп мен қиналдым. Бәрінің адал пейілдерін бекер қылып, бір ғана адам үшін өзіңді жетім сезіну, айдалада қалған дарақтай күй кешу сұмдық екен. Сондықтан Мәдиге тағы бір мәрте қош деді де, барлық чаттарды бұғаттап, телефон нөмірін өшіріп, барлық сыйлықтарды, суреттерді қоқысқа тастады. Тек қолындағы жүзікті сипалап ұзақ тұрды. Бұл жүзікпен бірге жүрек үзіліп кетердей күй. Жүзікті шешкен сәтте бәрі бітеді. Ақыры шеше алмады. Сенері мен сүйенері болмаса да, үміт деген өлмейді екен ғой. Түн ортасында қоқысқа барып, бағана лақтырып тастаған сыйлықтардың бәрін үйге алып келді. Сыйлықтарды лақтырғаннан не пайда? Олар еске түсіреді деп лақтыру ма? Бос әңгіме. Еске түсірмеу үшін миды форматтан жүректі жұлып алып лақтырып тастау керек. Басқасы шарасыздық, алдану ғана. Өйткені Мәдиді кез келген дүние еске түсіреді. Жұттан, ауадан бастап барлығы Мәди деп айқайлап тұр. Уақыт өте көмескіленбесе, аяқ астынан амнезияға ұшырамаса, Мәдиді жанынан шығару мүмкін болмас. Перизат менің сыздаған жараларымды сезбеу үшін жанталасты. Кезекті қиналыс түні тәніне жара салмақта болды. Бар ойы тәнім ауырса, жүректің сыздағанын ұмытамын. Ас үйге барып, пышақты ұстап ұзақ тұрды. Бірақ қолы бармады. Қайта келіп төсекке құлады. Телефонға телміріп жатып, татудың жарнамасына көзі түсіп кетті. Көктен сұрағаны жерден табылды ғой. Таңертең бірден әлгі салонға хабарласып, тату салуға жазылып қойды. Барды тату шебері қандай суретті саламыз. Осы кезде ғана Перизат есін жиды. Не салатын, қайда салатын ойланбағанда екен ғой. Бірақ кері шегінгісі келмеді. Жейдесін төмен ысырды да, өңештегі ойықтан сәл төмен сүйекті көрсетіп, мына жерге күлгін жүрек салып беріңіз, деді. Ішінен жүрек енді өз орнында емес, оның орны өзекте деп ойлап қойды. Тату салынды, бірақ менің ауруымның жанында терінің тызылдатқан ине түк те болмады. Перизат менің сыздауымнан басқа ештеңе сезбеді. Өйткені адам деген тән емес, адам деген жан. Жанға ауыр тиген нәрсе ғана тәнді қиратып жібереді. Адам физикалық аурудың түр-түрін білсе де, сезсе де, оған шыдаса да, жан жарасына шыдай алмайды. Жанды жаралайтын да адам, жанды емдейтін де адам. Достарының ықыласы толы құшақтары мен мейірімге толы сөздері ауыр мұңды алып тастамаса да жеңілдете берді. Содан нешінші күні екені есімде жоқ. Әйтеуір бір күні достарының сөздеріне құлақ асып, Перизат психологқа баруға көнді. Жазда танысқан Жанна ханым қаншама психологтардың ішінде Перизаттың сеніміне кіре алмаған жалғыз жан маманы еді. Жанна ханымның да кестесі тығыз екен. 2 айдан соң ғана қабылдай аламын деді.
Оған қыздар көне ме? Жанна ханымға жалынып жүріп, түн ортасында кезектен тыс кездесуге жіберді. Бәрін ашып айтты. Ештеңені бүкпе, ашылсаң ғана көмектесе алады, деп қайрап қояды. Бірдеңені бүгін қалу Перизаттың ойында да жоқ. Керісінше қиналған жанына ем іздеп мына қайғыдан құтылғанша асығып бәріне дайын болды. Сөйтіп психологпен кездесуге келді. Бұрында барды ғой, бірақ өмірінде бірінші рет бәрін жайып салды. Жылап жатып айтып жатыр. Айтып жатыр, жылап жатыр. Тура 1,5 сағат сөйлесті. Жанна ханым тек кәсіби маманға тән салқындылықпен тыңдап, сөз соңында өлем мен ажырасу бірдей. Екеуі де қабылдауға мәжбүрміз. Ол адамды ажал алып кетсе, не істер едіңіз? Көнер едіңіз. Міне дәл осылай ажырасу да қабылдаңыз, деді. Перизаттың есеңгіреген миына тоқ соққандай болды. Иә, ажалмен алысқан кім бар? Ажырасу да сол, Мәдидің таңдауы. Оның таңдауына құрметпен қарауым керек. Онсыз өмір сүріп үйренуім керек. Менің ауруым бір сәтке басылғандай болды. Алдамшы сәтке тыншыдым. Сол түні сол шешім соңғы болу керек еді. Бірақ Перизат есікке беттей бере көкейіндегі соңғы сұрақты қойды. Онымен хабарласып тұруға бола ма? Жаныңыз соны қалап тұр ма? Я, онымен хабарлассам көңілім жай табады. Жүрегіңде ауырғанын қояды. Онда қалағаныңызды істеңіз. Бірақ Перизат сол түні жазбады. Мәдисіз қанша шыдайтынымды сынағандай, ортақ суреттері мен видеоларға қарап жатып тағы бір таңды атырды. Жұмысқа келді. Түске дейін шыдамы әрең жетті. Түске таман Мәдидің үйден шығып жұмысқа баратын біледі. Сол кезде миында сайрап тұрған нөмірді терді. Нашақор ұзақ емделіп қайтадан егілгендей әсер. Тура сол күй. Кеше ғана қиналған есінен ауа жаздап, әрең қалғанын тағы да бірақ сәтте ұмытып кетті. Күні түні байланыста кеудесінен жан қайта кіргендей. Ұзақ түннен соң күн қайта шыққандай. Қиян кескі соғыс аяқталып, бейбітшілік орнағандай. Мәди де қатты сағынған. Тура Перизаттың ойлағанындай болыпты. Перизат бар қайғысын достарымен бөлісіп жатқанда Мәди жалғыз өзі алысты. Ешкімге айта алмай, көз жасын көрсете алмай, өзімен өзі тұншығып, өзімен өзі алысып, оның үстіне анасының көзін түк болмағандай күй кешу керек. Ішіңді өрт жалып жатқанда сыр білдірмей отыру үшін қанша күш-қуат керек. Аз ғана күннің ішінде жүдеп қалған. Сабағы да, жұмысы да автопилотқа түскен. Сені мендей ешкім түсіне алмайды екен. Сонымен не керек? Екеуі бір-біріне мұңын шағып, бір-бірінің жарасын ем іздеумен болды. Біздің қиналып жүргенімізге екі адам, сенің анаң, менің балам, себепкер. Бірақ екеуі де бұдан хабарсыз. Иә, олар білсе біздің бұлай қиналғанымызды қалар ма еді? Білмеймін, бірақ маған уақыт керек. Өзімнің не қалайтынымды түсінуім керек. Жарайды, тағы не керек? Сен керексің. Сенсіз, сенің қолдауыңсыз қиналып кеттім. Жақсы, сырласа берді, ашыла берді. Перизатта ешқандай үміт болмаса да, Мәдимен сөйлесе алғанына, бұрынғыдай жұп ретінде болмаса да, дос ретінде қалғанына разы болып жүрді. Өмірінде Мәдидің болуы 6 құрлықтың байлығына айырбастамас сый еді. Сені күлдіре алған күндерім бақыт екен ғой. Жарасы енді тартылып келе жатқан жүректі Мәди тағы қанжылатты. Оған жай әңгімелесулер аз көрінген сияқты.
Бүйтіп жүрегіміз есіңде ме? Солай сүйгенің есіңде ме? Ана жерге барғанымызшы, шашымды иісің қалған кездері сағындым. Иығымда ұйықтағаныңды жетпей тұр, деп ең тәтті естеліктерді қазбалауды шығарды. Бұл естеліктер қаншалықты тәтті болса, соншалықты мұңды еді. Қаншалықты әдемі болса, соншалықты ауыр еді. Мәди оларды қопарған сайын мен езіліп жаттым. Тілім жараның бәрі қайта ашылып, Мәди жазған сайын тұз сепкендей ашыды. Перизат шыдамай кетті. Мәди, өтінем, егер маған сәл де болса жаның ашыса, естеліктерге орала бермекші. Енді қайтпаймын. Енді болмайтын дүниелерді ойлаудан қиналып кеттім. Жақсы.